Қалайсыздар? Бүгінгі сабақта дұрыс мақсат қою, точка А, точка Б және де декларация бойынша сабақ үйренетін боламыз. Давайте кеттік. Мақсат қалай қоямыз? Смарт модели. Смарт деген сөз бар. Яғни біріншіден S нақты, яғни специфик. Одан кейін өлшенетін measurable, қолжетімді attainable, маңызды relevant және де уақыт бойынша шектеулі time bound. Яғни бұл жерде бұл қалаймын. Мен 2021 жылда Telegram каналымдағы оқырмандар санын кемінде 50 мыңға жеткіземін деп қойдым. Енді әрқайсысын бөлшектеп қарайық. 2021 жылда уақытпен шектеу, одан кейін Telegram каналымдағы нақты маңызды, именно Telegram каналдағы, одан кейін оқырмандар санын кемінде 50 мыңға жеткіземін. Өлшенетін қолжетімді, яғни осы не бойынша смарт модель бойынша осындай мақсат қоямыз. Мысалы, мен 21 осы таргет курсын 21 күн ішінде таргет курсында 21 күн ішінде 150 мың теңге табысқа шығамын. Енді қарайық. 21 күн ішінде бұл уақыт бойынша шектеу, таргет курсында ол нақтылау, именно не нәрсе, қай жерде екен, одан кейін өлшенетін қолжетімді, яғни 150 мың теңге табысқа шығамын деген секілді осындай мақсат қоямыз. Мақсат қоюдың ең дұрыс және де тиімді жұмыс жасайтын моделі қазіргі таңда менің ойымша осы. И осы модельді сіздерге беріп отырмын. Яғни точка А. Қазіргі табысың, қазіргі білімің, қазіргі ортаң қандай? Мысалы, қазір таргетинг арқылы 0 теңге табыс тауып жүрмін. Қазір таргетинг бойынша білімім нашар. Қазіргі ортам мені алға сүйреп жатқан жоқ. Не және де мен қатарлы табыс табады деген секілді. Яғни мысалға қарапайым ғана, мысалы мен ауылда тұрып жатырмын. Ауылдың халқының саны қанша? 5000 адам. Менің айналамда сол өзімнің класстастарым, группаластарым деген секілді. Яғни точкаңызды жазасыз, қазіргі ортаңыз, қазіргі біліміңіз таргет бойынша. Мен енді меңгеріп жатырмын таргет деген сөзді естігеніме бір айдай болған шығар деген секілді. Яғни барынша нақтылап өзіңіздің точка, яғни қазіргі деңгейіңізді жазып, одан кейін келесі точка Б-ні жазатын боламыз. Точка Б. Осы курста жеткің келетін табыс. Курс біткенде алған білімің және де курстан кейінгі ортаң. Мысалы, курс біткенше мен 21 күн ішінде 150 мың теңге табыс табамын. Курста берілген білімнің барлығын алып, практикада қолданамын. Курстағы қатысушыларыммен айырылмай бірге дамитын боламын. Осылай өз айналамда дамушы орта қалыптастырамын. Яғни қараңыз, бұл курс сізге не береді одан бөлек? Тек қана точка Б-ға жету үшін сізге табысты да береді, білімді де береді, еще ортаны да береді. Осы неден курста соңына дейін жетсеңіз, сіз осының барлығын аласыз, и осындай точка Б-нан сізге нақтылап, анықтап қою керек болады. Көп адамдарда курс сатып алған кездегі проблема, ол тек қана инструментке ғана фокус қояды. Мысалға, сіз мүмкін тоже сізде де қателі болуы мүмкін. Мысалға, таргетті үйренуге келдім деп айтуыңыз мүмкін. Базар жоқ, таргеттің инструменттерін үйрендіңіз, бірақ сол инструменттерді қолданып қалай табыс табу керектігін үйренбесеңіз, сіздің нәтижеңіз өзгермейді. Сол деңгейде қаласыз. Тек қана біліміңіз ғана өседі, бірақ табысыңыз, ортаңыз деген секілді басқа сегменттеріңіз өспейтін болса, ол жерде білім ғана өскеннен сіз просто мысалға универде профессорлар болады ғой, білімі өте көп, бірақ табысы өспей қалған, ортасы сол бұрынғы, дәл сондай болып тұрады. Сол себепті бүкіл жақта, бүкіл сегментте, яғни өзіңіздің өміріңіздің жаңағыдай жеке отношениеңізді соның барлығын дамыту керек болады. Сол точка Б, сіз қай нәрсе, қай нәтижеге жеткіңіз келеді, соны осы точка Б-ға жазасыз. Енді декларация. Декларация ол не? Не үшін қажет? Декларация шегінерге жол жоқ деген ұстаным. Сен уәде еткен нәрсеңе қайтсең де жеткізетін формула. Декларация қандай нәрселерден тұрады? Уәде және де куратор сөздің құлынан және жария етуден осы 4 бөліктен тұрады. Қазір әрқайсысын бөлшектеп қарастырамыз. Кеттік. Декларация қалай қоямыз? Ең бірінші уәде. Миыңдағы нейрондарды оятатын осы уәдені естігенде денең тітіркеніп, жұмыс істеуге бірден шабыт ашылатындай уәде ойлап табуың керек. Мысалы, мен таргет курсында 21 күн ішінде 150 мың теңге табыс табамын. Мысалға, қазіргі деңгейің сенің таргет бойынша 0 теңге болатын болса табыс, и 150 мың теңге деген нәрсе ойлап қараған кезде
қалай табамын деп уже сіздің миыңыз қозғала бастайды да, сенің миың қозғала бастайды. Ә, енді келесі сөздің құны және де артефакт. Дерзко уәде бергеннен кейін енді сөздің құнын жазу керек. Ол сенің декларацияңның орындалуын қамтамасыз ететін негізгі фактор. Ал артефакт соңына дейін жетуге шабыт беретін нәрсе. Мысалы, сөздің құны: егер осы декларациямды орындамасам, қасымды алып тастаймын. Көрдіңіз ба, уже нелер ояна бастады, миың ояна бастады, миың айғайлай бастайды уже. Ал егер орындасам, өзіме жаңа телефон аламын. Орындаса, уже ойлайсың, орындасам, так, жаңа телефон, iPhone, все, басқа адамдар алдында понтоваться етемін деген секілді. Ну, просто мен мысал ретінде айтып жатырмын. Телефон алған кезде уже жаңа мүмкіндіктер пайда болады. Жаңа телефонмен жаңа мүмкіндіктер келеді. Қараңыз, сөздің құны оятады, миыңның нейрондарын оятады. Артефакт тоже оятады. Одан кейін берген уәдең тоже оятады. Миың постоянно жұмыс жасау керек болады. Сен өзің қалғып жүруіңе жол бермеуің керексің. Осының барлығын жасау керек. Келесі бөлшектері бұл ең куратор. Біз өзімізді спокойно алдай саламыз. Мысалға, там просто мысалы бұған дейін қанша рет сен мақсат қойдың, осындай да осындай табысқа жетемін, мынандай нәрсені жасаймын, мынандай нәрсені жасаймын деп, бірақ жасай алмай қалдың. Не себепті? Себебі біз просто өзіміз спокойно алдай саламыз. Осыған дейін қанша рет ерте тұрамын деп келдің, бірақ толықтай жасай алмадың. Мысалы, қанша рет жүгіремін деп, таңертең жүгіремін деп шықтың, мысалы, например. Сол себепті сен жарты жолда қалып қоймайтыныңа гарант ретінде осы декларацияң туралы кімнің алдында сөзге қалуға ұяласың, соған толықтай айтып бересің. Ол кім болуы мүмкін? Ата-анаң емес. Ата-анаң ол саған, ата-ана кәдімгі балаң сияқты қарайды. Сол себепті ата-анаға емес, кімге қарай, кімге, мысалға, досыңа айтуыңа мүмкін, мысалы, жыныңа тиетін адам болуы мүмкін, андай сенің жетістігіңді көре алмайтын адам болуы мүмкін, немесе саған бір вариант дайындап қойдық бізде курста куратор бар, кураторға айтасың. Егер де вариант таппай жатсаң, онда кураторға айтасың. И бұл нәрселерді міндетті түрде орындау керек. Келесі бөлшек, соңғысы, бұл жария ету. Егер декларация өз бөлмеңде қағазда жататын болса, онда сен оп-оңай беріліп қаласың. Ал егер декларацияңды көп адам көрсе, онда беріле салу деген нәрсе болмайды. Намысқа тырысып бастайсың. Сториске, чаттарға, достарыңа жария ету керексің. Ужас деп жатсың ба? Вот, осылай. Декларация деген өте мықты нәрсе, бірақ декларацияны жапа шекпеу керек. Мысалға, сен өзің жете алатын нелерді, точка Б-ні декларацияны қоюыңыз керек. Мысалға, 21 күн ішінде осы таргет курсынан 1 миллион теңге табамын десең, и сенің қазіргі табысың 0 теңге болатын болса, онда әрине ол, қалай айтсам екен, орысша необоснованный нәрсе. Себебі сен әлі осы таргеттен қалай ақша табу керектігін білмейсің. Ал егер де сен уже 500 мың теңге таргеттен тауып жүрсің и миллион теңге табамын десең, онда реально қарауға болады. Себебі сенде 500 мың болғандықтан сенде уже клиенттерің бар, и бұрынғы клиенттерің бар, еще сенің кішкене кейстарың бар. Сол себепті уже миллионға жетуге вероятно болады жасауға ол нәрсені. Сол себепті андай нәрсе бар, қазақта не бар, әлім білмеген әлек дейді. Одан бөлек өзің көтере алмайтын жүкті арқалама деген нәрсе бар. То есть қалай, примерно условно айтып жүрмін. То есть өзің көтере алмайтын, арқалай алмайтын жүкті алып керек емес. Сол себепті нақты қадам-қадаммен жасау керек. Бірден тауға шығып кетемін деген нәрсе болмайды. Тауға шығу үшін сен ең біріншіден төменнен жотадан өтуің керексің, бөктерінен өту керек болады, жайлап өтесің де, потом уже шыңына қарай жетесің. Үй тапсырмасы. Точка А-ны анықтаймыз, точка Б-ны толық жазамыз, және де декларация қабылдаймыз. Ортақ чатқа жібереміз, жария етеміз. Жарияны қалай етеміз? Мен есімім Райымбек, тегім, фамилиям Ғариф, жасым 22-де. Сіздердің алдарыңызда уәде беріп жатырмын. Егер де мен осы таргет универ курсында 21 күн ішінде
150 мың теңге табыс таппасам қасымда алып тастаймын, ал егерде табатын болсам мен өзіме жаңадан мысалы немесе анама там 100 мың теңгеге жаңадан телефон алып беремін деген секілді. Яғни сондай видеоны жіберуіміз керек болады. Жақсы, бұл тапсырманы міндетті түрде орындаңыз. Егер де бұны орындамайтын болсаңыз, ары қарай сабақтың қараудың да қажеті болмай қалады. Себебі сіз просто қарап шығасыз келесі сабақтарда. Нәтижеге жұмыс жасау деген болмай қалуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде орындаңыз. Сіздің декларацияңызды чатта күтемін. Сау болыңыз, келесі сабақта кездескенше.